Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді палау дайындайтын боламыз. Ең бірінші сәбізімізді жіңішкелетіп турап аламыз. Содан кейін пиязымызды турап аламыз. Пиязымыздан кейін 4 бұрышты қылдыртып етімізді кесіп аламыз. Енді қызып тұрған қазанымызға майымызды қосып, пиязымызды қуырамыз. Барлығының толық рецептісін описанияда қалдыратын боламын. Ендігі кезекте күрішімізді алып, оны суға 15 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің пиязымыз қуырылды. Енді бұған етімізді қосамыз. Етіміз толығымен қуырылуы қажет. Оған дейін бетін жаппаймыз. Енді кезекте приправа, яғни дәмдеуіш. Бұған палауға арналған жеке приправасы болады. Бұны қосу міндетті емес. Біздің етіміз қуырылып болды, және енді бұған приправа, яғни дәмдеуішті қосамыз. Дәмдеуіштен кейін сәбізімізді қосып, сәбізімізден кейін суды қосып, судың қайнағанын күтеміз. Міне біздің суымыз қайнады. Енді кішкене, яғни сәбізі піскенше тұрады. Және де бұған дәміне қарай тұз себеміз. Біздің сәбізіміз піскеннен кейін бағанағы дайындаған күрішімізді саламыз. Міне салып алдық. Енді суын күріш сорып алғанға дейін бетін ашық қалдырамыз. Яғни беті ашық піседі. Міне суын сорып алды. Енді бұның бетін тарелкамен, содан кейін қазанның крышкасымен бетін жауып қоямыз. Күрішіміз 1 сағатта піседі. Міне осындай болып пісті. Өте дәмді шықты, жасап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.